Қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада Тіней Талпақтың атбегілік өнері мәтіні көркем әдебиет стилінде жазылған. Неліктен деген сұрақ туындауы мүмкін, себебі кейіпкердің бейнесі суреттеліп, оқиға баяндалады. Әсерлі бейнелі сөздер қолданылған, диалог бар, оқырманға әсер ету үшін көркемдік тәсілдер қолданылған, теңеу, эпитет бар. Халық мұрасын көркем тілмен жеткізіп тұрған әңгіме жанрында болғандықтан, бұл көркем әдебиет стилінде жазылған мәтін болып есептелінеді. Екінші тапсырмада мәтіндегі берілген диалогты сұхбат рөліне бөліп оқып шығыңыздар. Сөйлеу интонациясының қандай ерекшеліктерін байқадыңыздар. Мәтіннің диалогтық сөйлеу бөлімінде сұрақ-жауап, хабарлау, лептілік, интонациялық үйлесімде бар. Бұл диалогқа әсерлілік, эмоциялық бояу беріп тұр деп жазуларыңызға болады. Ал үшінші тапсырмада жылқы малының пайдасы деген тақырыпшада кластер әдісін құрастыруларыңыз керек. Бұл жылқы малының пайдасы: мінсең ат болады, ішсең қымыз, жесең қазы, арбамен шана тартқан, жорыққа шыққан, көшіп қонуда көмек болған, салт мінуге пайдаланған деп жазып шығуларыңызға болады. Төртінші тапсырмада алға тағы бір қадам, жеңіске мәреге аз қалды. Құстың қанатындай жеңіл жүйрік бол, қарсыласың сенен озып кеткен жоқ, саспа. Жүрегіңнің дүрсілі мен тұлпарыңның дүбірін тыңда, ауыздықты бос ұста, тұлпарыңа жүйрігіңе сен балам, сенің қолыңнан келеді. Бесінші тапсырманың жауабы: ауылда үлкен бәйге ұйымдастырылды. Бүкіл ел жиналып тұлпарлардың дүбірін асыға күтті. Ат үстіне шыққан әр шабандоздың көзі оттай жанып тұр. Жігіттің жеті қасығы жүйрік ат дегендей, әр бала өзінің тұлпарын серік етіп, намыс үшін жарысқа түсті. Жарыс басталғанда ақ тұлпарлардың тұяғы жер апшысын қуырып дала дүбірге толды. Бірінің алды озып, бірі соңынан жетіп келе жатты. Сол сәтте жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген сөздің мәнін бәрі сезінді. Нағыз қайратты, намысты, епті шабандоз ғана алға суырылып шықты. Ер қанаты ат дегендей, жүйрік атымен бірге топ жарып шыққан шабандозға бүкіл ауылдың қолдауы жетті. Бұл тек жеңіс емес, елдің рухын көтерген сәт болды деп тапсырмаларды орындаймыз. Келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Сіздермен болған Айсәнім мұғалім.